Құрметті әріптестер, бүгін біз сіздермен үшінші нұсқа талдау жасаймыз. Әрине, сәл есептерді тез шығару әрекет жасаймыз. Өйткені бір сабақтың видеосы ұзақ уақытқа созылып кетіп жатыр. Соған байланысты күрделі болған есепке подробно тоқталамыз. Жеңіл есептерді тез былай орындап шығарып кетеміз. Түсініксіз болса, міндетті түрде сұрап отырыңыздар, иә. Так, бірінші есепте қараңыздар, өлшеу құралының бөлу құны және өлшеу қателігін тап дейді. Бізде бұл жерде амперметр берілген. Амперметрдің бірінші бөлу құнын анықтау үшін біз не істейміз? Ол үшін біз былай істейміз. N тең мына бетте 20, мына бет 0. Иә, демек 20-дан азайтамыз 0-ды, бөлеміз астында бізде милли сызықтар саны 13 штук деп қарастырылады. Сол кезде бұл 2-ге тең болады. Яғни бұл бөлік құны. Әр неде 2 ампер бар. Ал енді осы жерде өлшеу қателігі дейтін болса, дәл осыны 2-ге бөліп жіберсек, бұл 1-ге тең болады. Бұл 1 миллиметрге плюс-минус, яғни плюс-минус 1 миллиметрге көп немесе амперге көп немесе аз деген сияқты мағына береді. Сол үшін бұл жерде біз D нұсқасын белгілейміз. Так, келесі жанама өлшенетін шама дейтін болса, формуламен анықталынатын шамалар деген сөз. Ол бұл жерде тек қана С болады, кинетикалық энергия. Неге? Өйткені оның құралымен өлшемейміз, оны формуламен анықтаймыз. Сол үшін қалған күш, кернеу, ұзындық бұл өлшейтін құралдары бар. Келесі, булануға кері процесс дейтін. Булану дегеніміз бізде судан буға айналу, ал оған кері бұл конденсация болып табылады. Конденсация дегеніміз осы будан суға айналу, жаңбырдайды дегенбіз. Келесі, конвекция құбылысы орындалатын орта, ол сұйық пен газ. Тек қана осы ортада ғана ол орындалады. 3 пен 4 қана болады деген сөз. Так, келесі бізде денелердің радиусы 20 сантиметр, велосипед 1 секундта 5 айналым жасайды. Оның жылдамдығын тап дейді. Жылдамдық, сызықты жылдамдықтың формуласы 2 пи r бөлінген период. Периодты ашатын болсақ, 2 пи r, период дегеніміз уақыт бөлінген айналым саны. Сол ең жоғары шығып кетеді. Получается 2 көбейту 3-те 14, көбейтеміз радиус бізде 0,2 және астында 1 секунд 1-ге тең және 5 айналым жасаған. Енді бұл жерде барлығын калькуляторға салып жібере саламыз. Бірден сол кезде келіп шығады екен. Қараңыздар. Бізде 2, 3-те 14 және 0,2 көбейтеміз 5-ке. Получается 6-да 28. 6-да 28 метр бөлінген секунд. Яғни В нұсқасы болады екен. Келесі, материал нүктеге мысал бола алады дейтін болса, ол материал нүкте өлшем мен пішінін ескермейміз. Яғни салыстырған кезде өте кішкентай болу керек. Сол үшін біз 100 км жолға шыққан автокөлік деп осы С нұсқасын белгілесек болады екен. Өйткені оны машинамен салыстыратын болсақ, арақашықтығы өте үлкен. Сол себепті осылай қарастырамыз. Келесі бізде, енді қараңыздар, бұл жерде көкжиек үстіндегі дүние полюсінің биіктігі дейді. Яғни оны өткен видеода келген еді. Сол жердегі географиялық ендікке тең болады деп нұсқасын жаттап аламыз. Бұл енді астрономияға байланысты келген бір теориялық есеп. Келесі, 22 маусым күні күннің еңістігі берілген, Көкшетаудікі берілген, күннің жоғары шарықтау сәтіндегі биіктік таппайды. Яғни H max тау керек. Біз H max табатын болсақ 90 градус азайту жақша ішінде, яғни жақша деген тік жақша, өйткені бұл модуль деп қарастырылады. Фи азайтамыз әрине сигма мына жердегі тік жақша, өйткені одан тек қана плюс сан шығу керек. Енді қараңыздар, дәл осы жерде біз фи азайту сигманы алатын болсақ, ол кезде фиіміз бізде неге тең? 53 градуста 17 минут азайтамыз 23-те градуста 26 градус штрих. Енді қараңыздар, біз мына жерде 17 мен 26-тан азайта алмаймыз. Мына мәндерді бірімен азайта алмаймыз. Сол үшін біз не істеп аламыз? Бүйтіп аламыз, қараңыздар. Келтіріп алуымыз керек, чтобы. Мынау біз былай білеміз, қараңыздар. 1 градус бізде 60 штрихқа тең болса, демек мына бетте мынаны 52 градус дейміз. Ал мына жерде 60-ты бердік қой мына жаққа. Сонда 17-ге 60 қосатын болса 77 штрих болады. Азайтамыз 23-те 26. Енді азайтатын болсақ,
29-да 51. 29-да 51 штрих. Ал енді алып барып осы жерге орнына қоямыз мына жаққа. Сол кезде тең болады 90 штрих бізде азайту 29-да 51. Енді қараңыздар, біз дағы да бұл жерде азайта алмаймыз, өйткені мына бетте жоқ қой. Сол үшін біз оны 89 градуста 60 минут деп алсақ, азайтамыз. Мынау 29-да 51 минутта, иә. Сол кезде орындарына қоятын болсақ, бізде 60-та мына жақта плюспен шығады ғой. 60-та 0,9, иә. Бұл енді жуықтап алатын болсақ, 60-та 29 минут деп қарастыруға болады. Яғни А нұсқасына осылай келтіреді екенбіз. Так, келесі бізде жердің аспандағы белгілі бір санақ денесіне қатысты өз-өзінен толық бір айналу жағдаяты, яғни өз-өзінен толық бір айналу деген сөз. Бұл жерде мән беруіміз керек та. Не, астын сызып қояйық, өз-өзінен толық бір айналу дегеніміз бұл тәулік өз-өзінен бір айналып шығады деген сөз. Так, келесі күмістен жасалынған білеушенің ұзындықтары берілген, оның массасын тап дейді. Массаны табу үшін тығыздық пен көлемді көбейтеміз. Тығыздығымыз берілген, тығыздық көбейту көлемді табу үшін А көбейту Б көбейту С деп ала салады екенбіз. Сол кезде 10.500 көбейтеміз. Мына бетте қараңыздар, 20 сантиметр оның минус 2-сі, 12 көбейту оның минус 2-сі, және 50 көбейту оның минус 3-і. Барлығын көбейтеміз. Сол кезде 12-де 6 килограмм келіп шығады екен. Яғни бұл С нұсқасына сәйкес келеді. Так, келесі бір-бірінен кері серпілген екі дененің жылдамдықтары сәйкесінше берілген, олардың массасын тап дейді. Енді бірінші дененің массасы осындай болса, екінші дененің массасын табу керек. Бір дене осы жерде тұрып, екі жаққа бөлініп кетеді былай, ф. Сол кезде М1В1 тең М2В2 деп, осы жерден біз М2-ні табатын болсақ, М1В1 бөлінген В2 болады. Яғни 5-ті көбейтеміз 60-ға, оны бөлеміз астында екіншілерін 3-ке. Получается, бұл 100 килограмм болады екен. Екінші дененің массасы 100 килограмм. Екі импульс теңестіреміз, өйткені бір жерде тұрып жарылған да ол. Так, келесі массасы 5 килограмм денені тік жоғары 2 метр секундтен қозғалады. Оның салмағы асқын салмақ болып тұр. Демек, М, G плюс А деп аламыз. И все, ары қарай 5 жақша ішінде 10 қосу 2, бұл дегеніміз бізде 60 ньютонға тең болады деген сөз. Өйткені 12-ні 5-ке көбейте саламыз. Так. Келесі суретте дененің деформацияға келтірілетін күш пен деформация арасындағы тәуелді графигі берілген, оның қатаңдығын тап дейді. Демек, қатаңдықтың формуласы F бөлінген X қой. F бөлінген X. Так, сол кезде F бізде, мына бетке қараңыздар, 60-ға тең болса, X бізде 8-ге тең. Демек, 60-ты бөлеміз 8 көбейту оның минус 2 дәрежесіне. Сол кезде бізде келіп шығады 750 ньютон бөлінген метр келіп шығады екен. Яғни, В нұсқасына сәйкес келеді екен. Өйткені мына жердегі графаны етіп теңестіреміз ғой. Так, келесі бізде суретте газдың қысымы мен көлемі өзгеруінің өзара тәуелді графигі берілген. Екінші күйден төртінші күйге өткен кезде 2 мен төртінші күйге өткен кезде, енді қараңыздар, 2-де бүйтіп жазатын болсақ, көлем тұрақты болған кезде атқарылатын жұмысымыз 0-ге тең болады. Ал 4-те бұл жерде қысым. Сол үшін біз естеміз А тең изобарлық қысым бойынша ПВ деп аламыз. Дельта В. П дегеніміз мына бетте 4-ке тең болып тұр. 4 көбейту оның 5 дәрежесі, көлемнің өзгерісі 3 пен 6-ның арасы, демек 3 көбейту оның минус 3 дәрежесі. Демек 12 көбейту оның 2 дәрежесі джоуль десек, бұны біз 1/2 кило джоуль деп алсақ болады. Получается, С нұсқасына сәйкес келеді екен. Так, келесі ары қарай бізде Карно циклы бойынша жұмыс істейтін жылу қозғалтқышының қыздырғышының температурасы суытқыштың температурасынан 4 есе көп. Демек, Карно циклының пәкі Т1 минус Т2
бөлеміз Т1-ге көбейту 100. Получается, 4 есе үлкен болса, біз не деп аламыз? Мына жерде 4Т2 азайту Т2 бөлінген 4Т2 и 100. Получается, бізде азайтылады 3Т2 бөлінген 4Т2 қысқарады и 100 бар. Бұл 75-ке тең болады екен, иә? Так, келесі кеттік ары қарай. Мына жерден қараңыздар, тізбектегі барлық конденсаторлардың сыйымдылықтары бірдей 3 нанофарад. Жалпы сыйымдылық табу керек. Ол үшін не істейміз? Біз мына бетте 1 мен 5 біріне тізбектей. S1 мен 5 тізбектей болса, 1 бөлінген S болады. Сол кезде 1 бөлінген S қосу 1 бөлінген S. Бұл не болады? S жоғарыда 2, демек S бөлінген 2. Осыны біз S2-ге параллель жалғаймыз. Сол кезде S мына екінші жағдай мына 1 болсын, мына екінші жағдай болсын, мына екінші жағдай мына. Сонда біз не істейміз? S қосу S бөлу 2. Сол кезде бұл не болады? Мына бетке 2-ден береміз, 3S бөлінген 2-ге тең болады. Ал бұдан шыққаны S4-ке, мына үшінші жағдаят тізбектей болады. Тізбектей болған кезде біз не істейміз? Үшінші жағдаят 1 бөлінген S тең, 1 бөлінген 3S бөлінген 2 қосамыз, 1 бөлінген S. 2 жоғары шығып кетеді, сол кезде 2 бөлінген 3S қосу 1 бөлінген S. 3S-тен берсек, мына бетке 3, сонда 5. Бұл получается 3S бөлінген 5 деп аламыз. Потом бұл 6-ға параллель жалғанады. Бұл бізде 4-ші жағдаят, 4 етіп қояйын. Ол параллель жалған кезде S тең 3S бөлінген 5 қосу S. Получается, бұл 5-тен береміз, 8S бөлінген 5. Бұл шыққаны соңғысы 5-ші жағдаятқа тізбектей болады. Демек, 5-ші жағдаят бізде 1 бөлінген S тең 1 бөлінген 8S бөлінген 5 қосамыз 1 бөлінген S. 5 жоғары шығып кетеді, сол кезде 8S, 8-ден беретін болсақ, 8 ар жақта 2, 13. Демек, бізде 8S бөлінген 13 болды. Міне қараңыздар. Осыны мына жерге қоямыз енді, қараңыздар. 8-ді көбейтем, 3 көбейту оның минус 9 дәрежесіне бөлемін 13-ке болды. Яғни мен не істедім? S-терді бірінші мәндерін алмадым, что маған жеңіл болу үшін солай істеп кеттім да. Ең оңай тәсілі сол негізі. Бөлеміз 13-ке. Получается 1/84. 1/84 нанофарад. Бұл С болады. Яғни осылай тез шығаруға болады аз уақытта. Келесі, белгілі бір қашықтықта орналасқан зарядтары берілген, осы екі нүктелі зарядтың бірінен бірі тигізіп, қайта сол қашықтыққа қалып келеді. Бір-біріне тигізіп, қайта орын алып келу деген сөз бар, иә? Ол кездегі Q тең Q1 қосу Q2 бөлінген 2, сол кезде минус 5 қосу 10 бөлеміз 2. Бұл бізде 2/5. Демек, тигізіп қайта орын алып келген кезде Q1-іміз 2/5 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі, Q2-іміз тоже 2/5 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесіне тең болды. Енді айтады, сол кезде күш тап дейді. Ол үшін F1 бөлінген F2 дейміз. F1 дегеніміз K Q1 Q2 бөлінген R квадрат бөлеміз K Q1 көбейту Q2 бөлінген R квадрат. R квадраттар қысқарады, K-лар қысқарады. Получается, бізде орында Q1 штрих, Q1 2 штрих, 2. Енді жоғарыда бізде 5 көбейту 10 астында 2/5 көбейту 2/5. Так, енді нанофарадтар бар, бәрі қысқарып кеткеннен кейін жазған жоқпын. 50-ді бөлеміз 6/25-ке 8 болады. Демек, осы жерден F1-ді табатын, F2-ні табатын болсам, F1 бөлінген 8. Демек, не істеді? 8 есе кеміді деп қарастырады екенбіз. Так, келесі, ток көзінен ажыратылған жазық конденсатордың пластиналардың арақашықтығы 2 есе кемісе, оның энергиясы дейді. Мына жерде қараңыздар, ток көзінен ажыратылған деп тұр. Сол үшін біз Q квадрат бөлінген 2 S деген форма аламыз. S дегеніміз бізде E нолевой S бөлінген D деген жазық конденсатор. Демек, Q квадрат бөлінген 2 көбейту E нолевой S жоғарыға D шығып кетеді. D демек 2 есе кемісе, демек D бөлу 2 бұл тура пропорционал энергияға болып тұр. Получается 2 есе кемейді деп қарастырады екенбіз.
Так, келесі заряд пен электр өрісінің энергиясын жинақтауға арналған құрылғы бұл конденсатор деп белгілеп қоямыз, конденсатор. Так, келесі бізде жер бетінен 1500 км биіктікте жасанды серіктің жылдамдығы десе, V тең түбір асты G көбейту M бөлінген R плюс H деп аламыз. И орындарына қойып жібереміз. Бізде айтып кететін бір жайт бар, негізі бұл жерде біз бірінші ғарыштың формуласын ашып кетсек те болады да. Неге? Өйткені бұл формуланы сол жағдаят бойынша түрлендіріп жатырмыз да. Яғни сіздерде формуланы ашып кетуде біраз қолдансаңыздар болады. Бұл дейді есепті тез шығаруға мүмкіндік береді деген сөз. Ал енді орындарына қоямыз. 6 түр 67 немесе 6 деп алған көбейту 10 - 11. Масса бізде 5-те 98 көбейту 10-24. Так, астында жердің радиусы 6370 көбейту 10-3 дәрежесі, қосамыз 1500 көбейту 10-3 дәрежесі. Дәрежелер бірдей болмаса, оны біз қоса алмаймыз. Сол үшін біз міндетті түрде қосып алуымыз керек. Так, барлығын түбірасынан шығаратын болсақ, 7/1 бізде километр бөлінген секунд шығады екен. Ол бізде да. Так, кеттік ары қарай. Ғарыш кемесінің жер бетінен жердің 9R қашықтықта алыстаған кездегі оның тартылыс күші бізде дайын формуламыз бар. F1 бөлінген F2 тең жақша ішінде R қосу H-тың квадраты бөлінген R квадрат. 2 тартылыс күшінің қатынасын алған кезде келіп шығады. Сол кезде R қосу 9R-тің квадраты бөлеміз R квадрат. Сол кезде бұл жоғарыда 100R квадрат бөлінген R квадрат. Неге? Өйткені бірге 9R қоссам 10 болады, 10-нан квадрат 100 қысқарып кетеді. Получается, осы жерден біз F2-ні табатын болсақ, F1 бөлінген 100, яғни ол 100 есе кемиді деп қарастырады екенбіз. Так, келесі үйкеліс күшінің табиғаты дейді. Яғни үйкеліс күшінің табиғаты электромагниттік болады. Өткенде де осыны бір талдаған еліксіздермен. Получается, ол тек қана бір. Пойыз локомотиві тарту күшінің әсері әрекет аяқтағаннан кейін 1 минут 40 секунд соң тоқтады. Егер локомотивке кедергі күші локомотив салмағының 2% құрайды десек, локомотив тоқтағанға дейін жүрген жол тапты дейді. Енді ол үшін біз не істейміз? Жалпы F тең MA деп аламыз. Осы жерден A-ны табатын болсақ, F бөлінген M. Бізде F 0,02 салмақты құрайды дейді. Демек, салмақ дегеніміз mg бөлінген m көбейту 0,02. Массалар қысқарса, демек 0,2 метр бөлінген секунд квадрат болады. Так, үдеуді тауып алдық. Енді S тең v нолевой Т азайту АТ квадрат бөлу 2 дейміз. Бірақ бізде бастапқы жылдамдықты табу үшін А көбейту Т деп табамыз. Сол кезде бастапқы жылдамдығымыз үдеуі бізде 0,2 көбейту уақыт. Міне қараңыздар, 1 минут 40 секунд деген 100 секунд деген сөз, демек 100. Получается, v нолевой бізде 20 метр бөлінген секундқа тең болады. Так, 20-ны көбейтеміз 100-ге, азайтамыз 0,2 көбейту 100-дің квадраты бөлеміз астында 2. Получается, бұл бізде 1000 метр. Бұл 1 километрге тең болады екен. Яғни, С жауабы деп кетеміз. Так, кеттік ары қарай. Гравитациялық процестің үлкен поршеннің гидравликалық пресстің үлкен поршеннің көлденең қимасының ауданы берілген. Үлкен S2 берілген, S1 бөлінген. Сонда күштен нешесі ұтыс береді, немесе ұтылады деп тұр ғой. F1 бөлу S1 тең F2 бөлінген S2. Демек, осы жерден біз S2 бөлінген S1, F2 бөлінген F1 деп алсақ болады. Получается, 200 сантиметр квадрат бөлінген 20 сантиметр квадрат. Қысқарады. Получается, 10 есе. Ол бізде 10 есе тамыз деген болады екен. Келесі, қатынас ыдыстағы бағананың биіктігі берілген, судың биіктігі мынау қатынас ыдыстарда, мынау дизельдің биіктігі. Бізге дизельдің тығыздығын тап. Қатынас ыдыстар дегеніміз ρ1 H1 тең ρ2 H2. Сұйықтардағы қысымы негізі. Демек, осы жерде ρ2-ні табатын болсақ, ρ1 H1 бөлінген
h2 деген форма қолданамыз. Бірінші тығыздығымыз 1000 болса, ал биіктігі 17-де 2 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. И бөлеміз 20 көбейту 10-ның минус 2. Қысқарады. Получается 860 килограмм метр бөлінген метр куб болады деген сөз. Ол А нұсқасына сәйкес келеді екен.